Сәлем баршаңызға. Бүгін біз нарықта бағасы өте қымбат тұратын осындай әдемі құрақ көрпені тігетін боламыз. Ол үшін бізге фрезерлен, паутинка және осындай ақшыт матадан 14-14 болатын блоктар, осындай лента қиып алу үшін мата керек болады, түрлі түсті. Мен міне осындай түстерін қолданып жатырмын. Оюды осындай ашық қоңырдан қолданамын. Әрмен қарай бізге осындай құрақ блоктары қажет болады. Осылармен қатар тағы өрнектері бар кішкентай блоктары қажет болады. Барлығын қосқанда 39 штук керек. Бізге сондай-ақ өтек қажет болады. Бұнымен қазір біз паутинканы матаға жабыстыратын боламыз. Осы ақ қағазды қазір матаның бетіне паутинканы қоямыз да, осы қағаздың жылтыр жағын төмен қаратып, ыстық өтекпен басамыз. Және біз фрезерленді ақ велюр матаның үстіне өтекпен тағы да қыздырып, осылай жабыстырып шығамыз. Осы ақ велюр матадан бізге қазір 36-36 болатын ою жабыстыру үшін қажет 4 бұрыштарымызды қиып алатын боламыз. Келесі манағы паутинка жабыстырылған матағын үстіне трафарет оюымызды қойдық та, осылай жай ручкамен бастырып шығып қиып аламыз. Бұл бізде ортасындағы оюлары, яғни манағы ақ 36-36 деген 4 бұрыштардың ортасына жабыстырылатын оюлар. Міне қараңыздар, енді манағы біз оюды қиып алдық, астындағы паутинкасы бар оюя, оны мына үстіне қойдық велюр матамыздың. Сосын әрі қарай мынадай бір шыт жұқалау матаны солап үстіне қоямызды, өтегімізді қыздырып, үстінен осылай өтектейміз. Үстіне осылай өтектейміз. Бежевый түстегі 3 бұрыш мата, ол 36-36-ның жартысы. Мынау қазір оюдың трафаретінің шетін ғана біз пайдаланамыз. Бұл жаңағы 4 бұрышына, 4 жағына түсетін кішкентай 3 бұрыштың ішіндегі оюлар бұл. Міне өтектеп болғаннан кейін осылай бізде жабысып қалады паутинка арқылы. Паутинка деген клей ғой енді. Содан кейін барып зигзагтап тіге берсек болады. Түстес жүріп аламыз. Осы оюымызбен түстес. Зигзагпен тігу барысында айналдырып қолымызбен қозғап отырамыз. Матаны сол жақ қолымызды қаттырақ ұстаймыз. Матаны басып, оң жақ қолымызбен матаны қозғауға көмектесіп отырамыз. Екі қолымызбен матаны айналдырып машинкаға көмектесіп отырамыз. Бұрыштарына келген кезде міне машинкамызды тоқтатып, лапканы көтеріп, ыңғайластырып аламыз да, инесін әрмен қарай тағы тіге береміз. Осындай оюларды Pinterest деген программадан қарап аламыз. Осы жерде зигзагты тігу барысында машинка настройкасында көрсетіп өттім. Егер кішкентай өрнектерді тігетін болсаңыз, зигзагтың кішірейтуге болады зигзагты. Сосын мана шыт маталарымызды мысалы 14-14 дедім. Оны біз қазір құрақты тігіп жатқан кезде олар кішірейеді 13-13 болып. Сол кезде барлығы үйлесіп, әдемі болып көрпеңіз шыға қояды. Міне бізде ою осылай болып шықты, әдемі болып. Және менің қолданып отқаным түсім міне мынадай цвет. Қоңырға да ұқсайды, золотыға да ұқсайды. Жоғарысына осыны салып отырамыз, мына инесіне. Және астына да дәл сондай жіп саламыз.
екі жіпті бірдей болу керек. Тағы бір айтып кететін, мыналардың өлшемдерін тағы бір айтып кеткім келіп тұр. Мыналар бізде 36-та 36 төртбұрыш. Ал оюы, қазір өлшейміз оюды. Оюы бізде мына жерден бастап мына жерге дейін дейікші. 29 болады, оюы 29. Ал мыналар осы 36-та 36-ның бұлар жартысы. 36-та 36-ның жартысы бұлар. Және мына біздегі шетіндегі мынау және мынау бұл 28-да 28 болатын төртбұрышты осындай мата. Соны екіге бөлгенбіз. Мына жердегі мына бөлікті біріктіріп алдық. Қалай біріктірдік? Ең алдымен біз мынадай кішкентай бөлшектерін үлкен төртбұрыштың қасындағы 3 элементті біріктіріп алдық. 3 блокты яғни. Және де жоғар жағындағы 3 блокты біріктірдік. Содан кейін барып тігіп біріктіріп қойдық мына жерлерін. Содан кейін барып қазір енді мына элементті былай үстіне жатқызамыз да. Сосын тастай қылып, жие қылып булавкілейміз. Мына шетін, екі шетін сәйкестендіреміз. Және мына шеті шамалы артылып шығып тұрса да болады. Бастысы мына ортасындағы тұратын осы жердегі элемент сәйкес келу керек. Бірдей болып. Булавкамен булавкілейміз. Содан кейін барып, осы екеуін біріктіргеннен кейін мына екеуін біріктіреміз. Дәл солай қылып. Содан кейін барып, соңынан барып, мына біріктіргенмен және мына біріктіргенмен мынаны біріктіреміз. Яғни бұнда осылай бір-біріне тез қаратып, мына бұрыштан мына бұрышқа дейін сәйкестендіріп, тастай қылып булавкілейміз. Мына жерлерін жие қылып. Және соңынан 0,5 миллиметр қалдырып, яғни жарты ғана сантиметр қалдыра отырып, міне мысалы мына жерге сызып қойған ғой ручкамен. Міне осы шамада тігіп өтеміз. Мінекей тігіліп болды ортаңғы жағы. Мынағы бірінші тіккенімізбен, енді осыны сәйкестендіріп тігеміз. Ол үшін мына ортасындағы мына екі жері тігіс, яғни мына тігіс пен мына тігістің ізі сәйкес келу керек. Үшін бұлай тез қаратамыз да. Тез қаратып, міне мына жердегі тігіс пен мына жердегі тігіс бір-бірінің үстінде жату керек. Әрмен қарай өзі сәйкес келе қояды. Тастай қылып тағы да булавкілеп аламыз, жие қылып барынша. Мына жердегі келесі блоктарды уже булавкілеп дайындап қойдым. Қазір тігемін. Содан кейін тағы да мына жердегі жасағандарым бәрін осы жерде қайталаймын да, мына жерін қазір сосын соңынан мына жермен булавкілеп тіге қой. Мына ортасындағы ою өрнектері бізде мына жақтан мына жаққа дейін 64 сантиметр шықты. Мына шетіндегі 1 сантиметрді есептемейміз, бұл тігіске кетеді 1 сантиметр. Сол кезде біз мысалы 75 емес, мына жердің өзі 75 болып тұр, 80 сантиметрлік көрпе шығару үшін бізге енді мына шет жағына 8-9 сантиметр мына осы ашық сары матадан қиып алу керек. Осындай көрпе шығып жатыр беті. Нарықта бұның бағасы 30 мыңға дейін барады. Мақтасымен дайын көрпе.
Енді былай сыртын тігіп 15 мыңға чехол қылып сатуға болады. Мысалы көп кетпейді бұның матасына, бірақ еңбегі өте күшті. Көп еңбек талап етеді. Міне қараңыздар, осындай көрпе шықты. Сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Үйіңізге де осындай көрпе тігіп алыңыздар, тіпті заказға да тігіңіздер. Сіздерге баршаңызға сәттілік. Лайк қоюды және жақсы комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған подписаться етіңіздер міндетті түрде. Видеоларымды жіберіп алмаңыздар.